Ассалаумағалейкум, еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақбекұлы. Бүгін Бейжіңде Германия мен Жапония басқыншыларына қарсы жеңістің 70 жылдығына арналған салтанатты шеру өтті. Әскери парадқа Қазақстан қарулы күштерінің аэроұтқыр әскерінің құрмет қарауыл ротасы да қатысты. Біздің елден бөлек шеруге тағы 16 елдің әскерилері шақырылған. Салтанатты шараны көпшілікпен бірге 25 елдің президенттері тамашалады. Мәртебелі меймандардың арасында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та бар. Әскери парадқа алыс жақын шетелдерден 30-ға жуық мемлекет басшысы келді. Алдымен Қытай төрағасы Тяньаньмэнь алаңында құрметті қонақтарды қарсы алды. Салтанатты шеру 70 рет зеңбіректен аспанға оқ атумен басталды. Әскери парад тұңғыш рет Қытай Халық Республикасының құрылған күніне емес, жеңіске арналып өткізілді. Бас аяғы 50 минутқа созылған салтанатты шараға 12 000 сарбаз қатысты. 500 түрлі әскери техника, 200-дей әуе техникалары көрсетілді. Ауқымды парадқа еліміздің қарулы күштерінің аэроұтқыр әскерінің құрмет қарауылы ротасы да қатысты. Тяньаньмэньда таныстырылған техниканың 80% жаңадан көрсетілді. Қытай бұл шараға дайындықты 3 ай бұрын бастаған болатын. Тіпті осы күндері аспан шайдай ашық болуы үшін Бейжіңнің маңындағы барлық кәсіпорындар, өндіріс орындары жұмысын тоқтатты. Құрылыс жұмыстары кейінге шегерілді. Автокөліктердің жүріп тұруына шектеу қойылып, қалада демалыс жарияланды. Оқушыларды әдеттегідей 1 қыркүйектен емес, 7-сінен бастап сабаққа бір-ақ барады. Нұршапағат Несіпбаев, Нұрбек Бекен, Жаңсүй, Хабар, Бейжің. Бүгін жазға демалыстан оралған Сенат депутаттары да алғашқы жалпы отырысын өткізді. Жиында сенаторлар Қазақстан мен Италия арасындағы қылмыскерлерді ұстап беру туралы құжатты қабылдады. Бұл заң жобасы қылмысқа қарсы күресте ынтымақтастықтың тиімділігін арттыруға және жазасын өтеуден жалтарып жүрген адамдарды ұстап беру мәселелері бойынша екі ел арасындағы құзыретті органдардың қарым-қатынасын реттеуге бағытталған. Сондай-ақ бүгін жуырда Сенат депутаты атанған Рашид Түсіпбековтің конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі болғаны белгілі болды. Ал Ерлан Нығматуллин мен Серік Нөгербековтің өкілдіктері елбасы жарлығымен тоқтатылды. Сенат спикері әріптестерін алдағы уақытта үйлесімді әрі жүйелі жұмыс істеуге шақырды. Қалыптасқан ерекше ахуал шеңберінде заңдарды жедел әрі жоғары сапада қабылдауды қамтамасыз ету үшін мәжіліспен, үкіметпен және заң жобаларын әзірлеген министрліктермен бірлесіп үйлесімді жұмыс жасаудың мәні айрықша зор. Дәстүр бойынша біз күзгі сессияда елдің басты қаржы құжаттарын зерделеп қабылдайтын боламыз. Мерекелік және демалыс күндер үшін төленетін еңбек ақы мөлшері қысқаруы мүмкін. Тиісті заң жобасын бүгін парламент мәжілісі әлеуметтік мәдени даму комитетінде денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова таныстырды. Қолданыстағы заң бойынша демалыс күндері жұмыс істеген қызметкер 1,5 күндік жалақы мөлшерінде еңбек ақы алатын. Ал жаңа еңбек кодексінің жобасына сәйкес оның көлемі 1,5 есеге қысқармақ. Сала басшысының айтуынша құжат 5 институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 қадамды, соның ішінде 83-ші қадам, яғни еңбек қатынастарын ырықтандыруды жүзеге асыру аясында әзірленді. Экономикалық белсенді тұрғындардың саны бойынша елімізде Оңтүстік Қазақстан облысы көш бастайды екен. Мұндай ақпаратта Еуразиялық интеграция институты таратты. Өңірде екі қолға бір күрек тапқандар саны шамамен 1,2 миллион адамға жеткен. Екінші орынға Алматы облысы жайғасты. Аймақта 1 миллионнан астам адам өз-өздерін қаржылай қамтамасыз етуде. Үздіктердің үштігіне шығыс қазақстандықтар да кіреді. Онда 727 мың адам еңбектеніп жүр. Ал экономикалық белсенді халықтың саны бойынша ең төменгі көрсеткіш Маңғыстау облысына тиесілі. Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасының да ең белсенді қатысушылары жоғарыдағы 3 үздік аймақтың тұрғындары. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сауда сессиясының нәтижесі бойынша теңге бағамы 1 теңге 39 тиынға арзандап, 1 доллар 239 теңге 76 тиын деңгейде тұрақтады. Айта кетейік, кеше ұлттық валюта бағамы 240-242 теңге аралығында ауытқып тұрды. Энергия тиімділігін арттыратын құрал орнату арқылы кез келген тұрғын үй жылына 4,5 миллион теңгеге дейін үнемдей алады.
Ресейден келген компания өкілі Самұрық-қазына жылжымайтын мүлік қоры жанындағы техникалық кеңестің отырысында осылай деді. Осымен 3-ші рет өткізіліп отырған жиынға Ресей, Оңтүстік Корея елдерінен құрылыс саласындағы озық технологиясын ұсынып отырған 10 мекеме қатысты. Жалпы қор жанынан құрылған техникалық қызметтің мақсаты құрылыс саласындағы инновациялық технологиялар жөнінде ұсыныстар әзірлеу және жылжымайтын мүлік қоры қаржыландырып келген объектілерді озық құрылыс материалдармен жабдықтау. Фонд недвижимости занимается Техникалық кеңес көптеген шетелдік және жергілікті компаниялардың аталған жобада инновациялық технологияларды қолдану жөніндегі ұсыныстарын қарайды. Сондай-ақ осы кеңестің арқасында біз шетелден көптеген инвестицияны елімізге тартамыз. Тек жыл басынан бері 18 жобаны қарап, оның құрылысқа тиімділігін анықтадық. Қазір олар отандық құрылыста кеңінен қолданылып келеді. Көкшетауда жаңа гепатологиялық орталық ашылды. Қалалық аурухана жанынан бой көтерген нысанда енді вирусты гепатитке шалдыққан аймақ тұрғындары емделетін болады. Осыған дейін ауруды анықтау ұзаққа созылып, ал оның асқынған түрін емдеу қиынға соқса, бүгінде бұл кедергілердің барлығын тың техниканың көмегімен жоюға мүмкіндік туып отыр. Жаңа бөлімшені ашу үшін ел қазынасынан 35 миллион теңге қаржы бөлінген. Айта кету керек, Қазақстан вирусты гепатитпен күресуді мемлекеттік деңгейде қолға алып, қажетті қаражат бөліп отырған бірден бір ел. Барлықтарын білетіндей, гепатит С өте қиын емделеді және де оны тексерілу үшін қазіргі заманда бұрынғыдан қарағандай оңай аппараттар арқылы тексереді және бұл өте жақсы. Әрине, ол барлықтардың қалтасына келе бермеді. Дәрілері де, емі де өте қымбат. Елбасымызға көптеген рахмет, өйткені біз емді тегін алып жатырмыз. Әр дәрі де өзі қымбат. Барлық ем $20 000 ақда болады. Шымкентте ұйымдастырылған оңтүстік көркі деп аталған қол өнер, қолданбалы өнер және кәдесый шеберлердің көрмесі өңірдегі қас шеберлердің басын қосты. Олар соңғы кездері жасаған көздің жауын алатын әсем бұйымдарын көпшілікке көрсетуге алып келді. Өзара шығармашылық байланыс орнатып, тәжірибеде алмасты. Ал жергілікті билік бұл саланың туризмді дамытуға үлкен ықпалы боларын айтады. Түркістанда тұратын Ұлбосын Айдарбекова ерекше мамандықты игерген жан. Саз балшықтан түрлі бұйым жасауды әкесінен үйреніпті. Ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасы бар. Көбінесе сәндік шығаруға тырысам. Енді жасап жатқан кезде әр түрлі болады. Біреуі домалақ, біреуі ұзын тәріздесі болады. Неше түрлі фигурада жасап, жаңағы шетел азаматтары сыйлық ретінде осы Түркістан қаласымыздың топырағы ретінде алып кетеді. Көрмеге келушілерді ұлттың рухын көрсететін, болмысын ашатын заттар көбірек қызықтырған. Өзі жасаған қобызды ойнаған ұстаның төңірегіне ел шоғырымен жиналды. Арпа саяр әр жерден көп нишан шер инесін. Отбасы мен кілем тоқудың шебері саналатын бейсбектер қазақтың көне қол өнерін қайта жандандыруда академиктер атанған. Әрбір кілем бетіне түсетін сан алуан оюға үлкен мағына береді. Қошқар мүйіз дейді. Бұл кілемдерге әр түрлі қазақтың бұрыннан келе жатқан жақсы оюларын саламыз. Лажы болса мүйіздер саламыз. Ол өте мағыналы, мысалыға күш сияқты мынау. Саяхаттап келген әр азамат сол елден естелік ретінде кәдесый алып кеткісі келеді. Кәдесыйларды санын көбейте отыра, олардың мағынасын тереңге тарта отыра, біз өзіміздің тек қана оңтүстіктің емес, жалпы қазақтың салт-дәстүрін, тарихын келген қонақтарымызға танытатын боламыз, тарататын боламыз. Көрмеде үздіктер марапатталды. Бұл қол өнер шеберлерінің ынтасын арттыратын болса керек. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Шымкенттен. Vuelta велобәйгесінің 11-ші кезеңде Астана командасының асығы алшысынан түсті. 138 шақырымда 4 сағат 34 минут 54 секундта жүріп өткен испаниялық Микель Ланда кезең жеңімпазы атанса, мәре сызығын екінші болып кескен Фабио Ару жалпы есептің көшін бастады. Сөйтіп, тау жолдарында жұмыла жұмыс жасаған астаналықтар басты қарсыластарын шаң қаптырып кетті. 11-ші кезеңнен кейін қызыл жейдеге ел кеткен Фабио Аруда жуық арада испаниялық Хуаим Родригес пен голландиялық Том Дюмолин қуып жетуі мүмкін демесеңіз, өзге жігіттер Астана велошабандоздарын жарты минутқа қалып қойған болатын. Фабио Ару өткен жылы да Vuelta көк күндігінде жақсы нәтижелер көрсеткен болатын. Екі бірдей кезеңде жеңімпаз атанған италиялық спортшы жарыс қорытындысы бойынша жалпы есепте 5-ші орыннан көрінген болатын.
Енді ару осы қарқынын жоғалтып алмаса, испан жерінен олжалы қайтатын тамаша мүмкіндік туып отыр. Әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыздың уақыты 17:00.